Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қазақтың ұлттық тағамы асы қуырдақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Әр жақта қуырдақты әртүрлі әдіспен жасайды. Мен сіздермен өзімнің жасалу жолымен, яғни әдісімен бөлісемін. Чугунный қазанға сұйық майды құйып, май жақсылап қызғаннан кейін үстіне сиыр малының іш майын салып, жақсылап қуыратын боламын. Қазанның қақпағын жауып 15 минуттай күтеміз. Оттың асты шамамен осындай болуы қажет. Қатты оттың астын қоймаймыз. Іш майымыз осындай түске енгеннен кейін барлығын сүзіп аламыз. Майымыз жақсылап қызып тұруы қажет. Енді майдың үстіне 2 үлкен пиязды турап салатын боламыз. Жақсылап пиязды қуыратын боламыз. Пияз қуырылғаннан кейін алдын ала турап дайындалып қойған сиыр малының өкпесі мен жүрегін салқын суда жуып қуырдаққа саламыз. Неге салқын суға десеңіздер, жүрек пен өкпенің арасында малдың қалдық қаны болуы мүмкін, сондықтан міндетті түрде жуып салған жөн. Өкпе мен жүректі салып болғаннан соң мен жылқы малының және сиыр малының етін салдым. Менде ет тұздалғандықтан мен тұз, қара бұрыш қосқан жоқпын. Дәміне қарап, өзіңіздің қалауыңыз бойынша тұздап, бұрыштасаңыздар болады. Енді барлығын салғаннан кейін қуырдақты жақсылап асты үстіне айналдырып, араластырып, қақпағын жауып, орташа отта пісіретін боламыз. Шамамен 30 минут өткеннен кейін қуырдағымыздың қақпағын ашып, жақсылап тағы да бір араластырып, қақпағын жауып, толық піскенше күтеміз. Етіміз жұмсарғаннан кейін үстіне картопты алдын ала турап, ашып, осындай бөлшектерге бөліп, тек қана осы қуырдақтың, яғни еттің бетіне ғана саласыздар. 20 минуттай күтесіздер. Картоп жақсылап жұмсарғаннан кейін ұсақтап туралған, алдын ала дайындалған, салқын суда жуылған бауырды салдым. Неге ұсақтап туралған десеңіздер, себебі бауыр тез піседі, сондықтан тез пісу үшін осындай қылып ұсақтап турадым. 4 минут немесе 3 минут өткеннен кейін қуырдағымызды сөндірсек болады. Сонымен біздің осындай өте дәмді, керемет болып шығатын қуырдағымыз дайын. Міндетті түрде мен көрсеткен осы әдіспен жасап көріңіз. Үстіне пиязды сеуіп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Егер де рецепт ұнаса, лүпіл басып, жылы пікір қалдырып кетіңіздер. Сіздерге ас болсын.